Менің есімім Венера болады. 2 баланың анасымын. Жұмыс қылғаныма уже 20 жыл болады биыл. Кәсіпте жүргеніме 20 жылдан аса уақыт болды. Яғни бірінші базардан бастағанмын. Овощи, фрукты сатып, одан кейін бірінші өзімнің күйеуге шығатын жылы алғашқы миллионды жинап, күйеуге шығып, магазин ашып, магазинде сол бірінші тойбастарлар сата бастадық. Сол направлениемен ары қарай дамып кеттік. Осы кезге дейін товарный бизнеспен айналысып келдім. 2023 жылы осы рекламный агентствоны қостық, яғни услугаларды. Бірнеше точкаларымыз бар, бірнеше жерде орналасқан, қаланың әртүрлі жерінде. Солардың барлығына постоянно барсақ, сіздің участие сезіледі барып жүргеніңіз, сол жерде екеніңіз. Соған сіздің фокус жан-жаққа шашырап кетпейді ма, қиналмайсыз ба? Жоқ, қиналмаймын, себебі мен командамда өзім кәдімгідей доверять ететін, сенетін адамдар барлығы мені постоянно поддержка жасап отырады. Любой жұмысты бір адам жалғыз өзі жасай алмайды, сол себепті команда образование именно өзінің қасында жанашыр адамдар болса 100% сеніп тапсырып жүре аласың. И ең басында қалай қойып бересің, қалай түсіндіре аласың, өзіңе байланысты барлығы. Сені ғой, самое главное доверие ғой. Доверять етсең, ол адам сені биік шыңдарға алып барады. Сол довериеге как раз келіп тұр сұрағымыз. Ең алғашқы кезде сенімді білдіру қиын болған жоқ па? Ең алғашқы сатушылар жалдағанда мысалы. Басында мынандай случай болды. Ең басында магазин ашқан кезде, магазин аштық қой енді, одан кейін мен өзім шығып жүрдім, мамам сіңілім шығып жүрді. Алғашқы сатушы алған кезде біз өзіміз кілтпен ашып, өзіміз кілтпен жауып жүрдік та. И бір күні кешігіп келген кезде маған айтты да сатушым: Жанка деген қыз ғой, азаннан кешке дейін де отырамыз ғой, сонда азанда есікті ашуға сенбейсіз ба дегендей айтты да. Сол күні мен кілтті берген тұғым сол қызға. Сол кезде ғана ойыма келді десеңші. Бірақ енді былай ғой, рутинада жүресің да, уже өзің ашып, өзің жапқаннан кейін уже ойламайсың да ол туралы. Енді қазірде де солай болу керек деп күнде ойладыңыз да. Қазірде мысалы жұмыста да управляющий бір адам болады, сода болады, кілтші, например, бәрінде кілт жоқ қой. Сол сияқты ол кезде бірінші кешіп келгенде жұмысқа сондай айтқан кезінде кілтті берген сол. Қай командаңызға барсақ та бір точкада бірнеше адам жүреді. Оның көбісі жастар, байқасам, жастармен жұмыс жасау қиын емес па? Жоқ, қиын емес. Мен обучениеде болған кезде Котов айтқан тұғын: набирайте в команду поколение хайпо деп ше. Хайпо это от 20 до 25 лет. Получается, это самый такой возраст, когда у них прям драйв болып тұрады. Например, біздің командада 5 жылдан аса жұмыс істеп жүрген сотрудниктер бар. Олар мысалға 25-тен асып кетсе де жастары 30-ға келгендер бар, 35-ке келгендер бар. Отырардағы точкаларымызда. Сол креативтерін әлі жоғалтқан жоқ, наоборот, одан сайын күшті болып келеді. Күшейіп келеді. Осы соңғы кезде көбіне сіз командаңызды прям күшті оқытып жатсыз, жан-жақты дамытып жатсыз, тимбилдинг сияқты обучение жасап тұрасыздар. Оның барлығын бизнес стратегия жасаған кезде жоспарлайсыз ба? Обучениені бастапқы мен HR капиталда обучение өттім ғой, команда образования отырып өттім. И сол жақта бізде миымызға құйып жүрді, Ришат білетін шығарсыз, основатель ғой. Всегда обучайте свою команду, обучайте деп ше. Енді оған дейін де біз барлығы командаға үйретеміз. Келе салысымен, например, ешкім аппаратты біліп келген жоқ. Мысалға рекламный агентство азамат военный істеген 7 жыл, Сарыөзекте істеген. Оборудование именно біліп келген жоқ ешқайсысы. Ол келіп, обучать етеміз, оқытамыз, обучать ету керек екенін білеміз ғой. Бірақ именно HR капиталдан кейін обучение топ-менеджеров, обучение HR директора деген сияқты программалар қостық ше. Именно сотрудниктерді нанимать еткенде мен өзім нанимать ете беремін ғой постоянно. Получается, мен қасымда адамдар болса, HR директор, топ-менеджер оқыған адамдар болса, олар да маған көмектеседі да адам таңдауға. Сотрудниктер бәрібір обученный болған сезіліп тұрады. Біз не только жұмысқа байланысты оқытпаймыз. Например, осы кешегі апрель айында отырарда қыздар, мысалы, барлығы план орындаған, ішінде ұлдар да бар ғой енді. Барлығы обучение, автошкола дәрісетін 7 қызға. Күшті, керемет. Болды. Қыздарға как раз бір өзіне қимайтын, жаңағы уақытты да қимайтын. Сезон біткен кезде соны оқып алады, қоя қалса. Арманы автошкола. Сосын келесі тағы бір қыздың запросы бар, английский деген, оқысы келеді. То есть это все за результаты болады да. Мысалға оған план қоямыз, результатты орындасам, сол болады деген сияқты. Бонус ретінде, керемет. HR капиталда оқу арзан емес.
иә. Қалай шешім қабылдадыңыз деп Негізі олар 3 жыл звондады маған. А. 3 жыл звондады. У вас же столько сотрудников, у вас такой оборот, давайте. Мен постоянно отказ беріп келдім да. И балам мен Алматыға түсті да. Өзі грантпен түсті. И балама барып тұратын, мен ашин барып қайта алмаймын. Любой кезде сонда менде обязательно бір поездкада бір цель, мотивация, сол ішінде пайдалы болу керек сол поездка. И Алматыға барғанда мен балама барам, товар алуға барам и обучениеге барам. Обучение болмаса да обязательно мероприятиелер посещать етем. Именно предпринимательдер жиналатын ше. Қоршаған ортаға байланысты ғой. Сол үшін енді Алматыдағы болатын мероприятиелерді күшті енді. Иә. Оларда мышлениесі енді. Иә, зато сол жақтан көріп келгенде осы жаққа енгізуге тырысасыз, иә? Мысалы қазір сіз бизнес завтрак ұйымдастырып жатсыз. Не мақсатта, соны айтып жібересіз бе? Ол мақсатымыз, біз енді мен жасым 40-қа келді. Бизнесте 20 жылдан аса уақыт болды. Өзімнің клиенттеріме және қоғамға қандай вклад жасадым деген сұрақ туды да маған. Сол кезде бір өзім завтрак ішпей, қасыма адамдар жинап бірге ішпей, бірге дамитын. Просто бірінші бизнес завтракта біз просто әңгіме етіп отырдық. Ал келесі завтрактарда мен түсіндім, сол жерде келген кісілердің айтуынша, менің клиенттерім көбісі. Они хотят, чтобы этот завтрак был полезным. И сол үшін спикерлер шақыра бастадық. Енді алдағы келешекте мен Алматыдан опыты бар күшті спикерлер шақырғым келеді. Келем деп келісіп отыр негізі, просто даталары. Алдағы уақытта енді қысылады ойлаймын. Негізі каждый 2 апта сайын деп пландап отырмыз ғой. Одан жиі болса да, и ұзақ болса да болмайды дейді ғой. Эксперттерден сұраған. Ана апта сайын болғаннан и энергослив болады. Иә. Еще мен наставничество алған, Боярова Маргон, танисыз ба? Шаңырақ форумының основателі. Я сол кісіден наставничество алған. Негізі көп мероприятиелер ұйымдастырудан, соның наставничестводан кейін навык выработался. Получается, мен команда образования деп бардым оған ше. Наставничествоны сатып алған кезде айтады, ценный конечный продукт какой у тебя деп. Мен командаға тимбилдингтер ұйымдастыру, там день мамы ұйымдастыру деген сияқты. И содан кейін бізде лотерея болды. Жаңа жылда есіңізде шығар. Лотерея ұйымдастырдық біз. Баласы кішкентай, жаңа Дубайға жолдама ұтып алған қыз. Осы биыл жылдың аяғында барайыншы деп айтқан. Қараша дедім, күйеуім туған күніне. И постоянно клиентіміз iPhone ұтқысы келген, iPhone ұтып алып. Сол мероприятияны ұйымдастыратын кезде как раз сол обучениені алған ғой. И Маргомен осындай мероприятие ұйымдастырайын деп жатырмын деп бүкіл жаңа концепциясын жазып берді, сценарийін қалай өткізетінін, что можно, что нельзя деген сияқты. И сол мероприятие маған прям күшті опыт болды. И одан кейінгі мероприятие корпоратив болды. 7 майда ұйымдастырдық. И бизнес завтрактарға да күшті роль ойнады. HR Капиталға бардым, получается, интенсивті өттім. Личная встреча Рифат Ришатовичпен болды. Сол личная встречаға мен баламмен бардым. Рифат Ришатович да, балаң ба деді да, я и баламмен сөйлесіп алды. Балаңа, короче, 2-іңе берем оқуды, балаңа тегін деп. И сол кезде мен алдым оқуды. Оқуды бітіргеннен кейін, ары қарай оларда навигатор деген программа бар. Соның ішіне HR директорды оқыту, топ менеджерді оқыту керек. И сол программаға кіріп, HR директор оқыту алдық сестренкамда, и азамат топ менеджерге оқыту алдық. Енді ары қарай да курстар беріп жатыр олар, бізге нелер қояды. Командаға адам жинаған кезде, например, барлығы четко, мероприятиелер бәрі ровно өтіп тұрса, сол встреча, олайықта встречалар болады, слеттар, солардан қалмасаң командаға оқу береді, подарок етеді. Соларды алып тағы да оқытамыз. Енді HR Капиталға оқығанға дейін және оқығаннан кейін қандай өзгерістер енгіздіңіз басқа? Басқа өзгерістер ол бізде командамен обязательно жиындар болып тұрады. Ол біреуі сол компанияға байланысты стратегический форматта болса, ал екіншісі игровой болады. Или же кеше мысалға біз паркке шықтық қой, 17 адам болып шықтық. Барып бүкіл карусельдерге міндік, ойнадық, күлдік. Басқаша форматта кездестік. Я, короче, бала сияқты сезіндік өзімізді. И сол жерде барған қыздар, балалар да маған жазып жатыр да кейіннен. Хотя семьямен барған басқаша екен да, командамен барған басқаша екен. Өзімізді кітай бала сезіндік. Мен де өзімді бала сезіндім. Обычно мен балдармен барғанда соларды мінгізуді ойлап тұрасың ғой. Ана жерде для себя покупаешь. Неге мінесің жаңағы? Зигзагқа мінді,
әртүрлі аттракциондарға мінді, как дети, короче. Ең главный ол ше эмоция сыйлау. Мысалға любой мероприятие болсын, результатқа болсын ше, подарокқа ақша беруге болмайды. Ақша ол ұмтылып кетеді. Жұмсалып эмоция сыйлау. Балаларым деп жатсыз ғой, балаларыңыз уже үлкен жігіттер, мен байқағаным. Сол осы бизнеспен айналыса бастаған кезде енді тұрмысқа шықтым деп жатсыз. Содан бері отбасыңызда қиындықтар болған жоқ па? Кәсіп пен отбасының арасында. Кәсіп пен отбасының арасында енді меніңше күйеуім жаңа көрдіңіз ғой, жайлы адам ғой. И получается, кешігіп келем, көбіне үйде болмаймын басында енді. Қазір енді стараюсь побольше үйде болуға, бірақ сонда не получается. Всегда поддержка береді. Артық еш нәрсе айтпайды. Жұмысқа байланысты ғой деп бәрін түсіністікпен қарайды. Негізі любой бастамада күйеуге шыққан жылдары күшті мотивация береді. Бірінші очередь мама. Мама всегда, она, айтсам екен, постоянно, короче, стены отырады ғой. Ты лучшая, ты первая деп. Мама. У тебя получится деп, Потом постоянно қасында жүрген бауырым. Постоянно қасыңызда болғанын білем. Она постоянная поддержка мне. Ол өзі жүрген мотиватор шығар. Позитивная, иә? Венера ханым, соңғы кезде личный брендті күшті қолға алып жатсыз. Неге тек қана осы жақында бастадыңыз? Менде негізі Инстаграм кәдімгі болған жоқ. 2023-тің сол аяқ жағында аштым Инстаграм. И то закрыт аккаунт болды. Без подписчиков. И получается, HR Capital'да бізге айта беретін да. Если вас нет в Инстаграме, вас не существует. Мен оны оған дейін воспринимать еткен жоқпын. Уже бітіргеннен кейін обучениені, уже былай қарай шыққаннан кейін бірге бітіріп кеткен курстастарым бар ғой. HR Capital'да соларға қарадым да, и олар кәдімгі күшті дамыта бастады ше. Реально солай болды, реально. И бізге обучение бітіргенде айтты да, осы обучение біткеннен кейін уже 2 айдан кейін эффект болады деп ше. Думаю, из-за этого тоже. И с другой стороны, прям ашық сөйлеп, өзімді ойымды выражать етіп, камерада ұялмауға Владимир Пущенко көмектесті. Владимир Пущенко, я легенда курсын өткенмін. Ораторский. Иә. Осы беріде уже январьдан бастап 2024-те открытый аккаунт қылып, подписчик жинауға кірісе бастадым. Қазір Алматыда Алмат Про деген, Алмат Мырза деген кісі бар. Соның студиясында жүргізіп жатырмын негізі. Жалпы екі ұлыма әрдайым мотивация беріп отырамын. Үлкен баламда екеуінде көп курстарға бере бергенмін үлкенімді. Қазір енді екіншілікте бере беремін да. Әртүрлі курстарға барады. Күйеуім айтады, хорошо, что я не твой ребенок деп. Үлкен баламда 9 класста РФМШ-ға платныйға түсейік деп алып бардым. Экзаменнің вообще не екенін ощущать етсін дедімше. Бардық, тапсырдық, келдік. Именно соған бола бардық. И результаттар дайын болған кезде ол я все знаю деген позициядан түсті, потому что результаттарын көрді ғой, что не те результаты, чтобы поступать. И содан бастап мамамен дайындаламын деп өзім мамандығын таңдап КБТУ-ға түсті. 2 жыл дайындалды. Я автоматизация управления деген мамандықпен 121 бала алып, английский бәрін высокий уровеньмен тапсырып түсті. Қазір оқып жатыр КБТУ-да. Ал екінші балам, ол ораторский курсқа бердім, өйткені тұйықтау ашылсын деп. Ораторский курста с удовольствием оқып жүріп, барғысы да келеді. И английскийға келетін болсақ, английскийді оқығысы келмейтін тұғын. Біз оған давай цель қояйық дедік, мақсат жаздық. Сол мақсаттың ішінде ода ең түпкі мақсаты машиностроительный университетке түскісі келеді. Яғни инженер машиностроитель болса, папасынан ғой, ол папасы негізі үйленгелі көп машина жинаған, өзі қолдан жинайды. Бірінші бетономешалка, одан кейін манипулятор қолдан жинады, прям с нуля. Қазір енді соны трал қылып жатыр. Инженер механик қой. Папасынан деп ойлаймын. И сол мотивацияда оқуға түсуге, оған қандай сабақтар оқу керек. Английский бірінші очередь шығып тұр, 100% білу керек. Содан бастап английскийді күшті оқып жатыр. ABC-ға барып жүр. Бізде орталық бар ғой, білесіз ғой, Қонаева онда. Соған барып жүр. Раушан. Иә, Раушан. Одан қосымша енді физика, математика, барғысы келмейтін көп курстарға бере беруі керек деген, өзіне керек еместердің жолдарын тастап кетеді. Тастағанда да, и то это же опыт же. Робототехникаға барды, ол машиностроениеге жақсы. Тенниске барды, ол спорт, даже аэрогимнастикаға да барған.
керегін алды, сосын Керегін тастап алады, кетті. керегін алады. Үлкен ұлыңыздың кәсібі бар. Иә. 9 класста 200 мың жинап, інісі екеуі жинаған ғой. Соған лазерный станок көрген бір жерде кішкентай ғана жезқазғаннан. Ол лазерный станок негодный уже как мусорға лақтыратын сияқты. Кішкентай ғана атреформат. Қой бұл болмайды дедім да. Любой негізі станок алатын кезде новыйдан алған дұрыс. Өйткені сіз буды алған кезде, ол значит оның ақауы сіз ала салысымен немесе шамалы уақытта немесе шығарып жүреді. Ол үшін новый алған дұрыс. Астанаға барып, новыйын таңдап алдық, лазерный станок алып келдік, қондырдық. Ал енді жасап көр дедім. И баламды танымай қалдым. Клиенттермен сөйлесуі, телефонмен общениесі, ұқыптылығы. Үйде вообще ешнәрсеге қарамайтын бала ғой. Тапсырысты барлығын өзі қабылдайды. Иә, жұмыстар прям түнімен ұйықтамай сөйтіп жасайтын болды. Қазір енді Қанат деген бала жасап жатыр. Себебі балам оқуда Алматыда ғой. Станок бәрі осы жақта. Мен қадағалаймын, қараймын. Ол айына Табысын алып отырады. Таза қаймағын алып отырады. Енді осы кәсіпті бастағалы бері бірнеше кәсіпті дөңгелетіп жүрсіз, Аллаға шүкір. Осы кәсіптердің әрқайсысында өзінің бір қиындығы болған шығар, иә? Сол қиындық есіңізде қалған бір қиындық кездер бар ма? Қалай жеңдіңіз? Қиындық ол күнде бар ғой негізі. Любой кезде қиындықтардан тұрады. Например, қазірдің өзінде срочно заказ беріп жатса, мысалы кеше жақындағын айтып берейін, қиындықты. Аппарат істемей қалды. Прям сезон 7 май футболкаға басуымыз керек. Футболкаға басатын аппарат істемей қалды. И получается, фирмаға звондасақ айтады, 3 күн бізде демалыс, біз келе алмаймыз дейді. Біз техник шақырған кезде туда обратно самолетін төлеп, шақырамыз, келіп ремонттап кетеді ше. Сөйтіп келіскенбіз ғой басында. Олар айтады, бізде демалыс, мен келе алмаймын дейді. Сосын мен өзіміздің Шымкентте тағы да Epson фирмасының технигі бар, инженері. Ол Нұрхан деген кісі өте тамаша кісі. Любой кезде звонсаң келеді, сол звондадым айтым, сіз істемесеңіз басқа ешкім істемейді деп. Ол бірден келді, сол түнде звондадым, азанда келді. Получается, жидкості Алматыдан заказ бергенбіз, ол жолда келіп бұзылып қалды ғой. Вот қиындық тоже. Ол келді, ана кісі отырып күттік, ана жидкость таразда бұзылған, тараздан келіп, кешкі сағат 8-де соны істеп сөйтіп қайтты ғой. Сол қиындықтар любой кезде бар ол. Товар келе жатқанда да жолда болады. Ал енді өмірде ең ұмыта алмайтын қиындық ол базарда тұрған кездер. Қыста мен базарға шығатын кезде от погодных условий зависело. И ноябрь айында болды, маманың тісі ауырды ше. Полностью тісін замена жасап, протезирование, жылатын жұлып. Мама шыға алмайды, мен өзім шығып жүрдім, овощи фруктыға. И сол кездер бір салқын болатын өзі 2002 жылдары ғой. Қазір ноябрь жылы ғой. Әр жылы. Именно тогда на жүргеннен қар. Бір коробка огурцы, 2 коробка помидор алдым. Сол қасында енді тағы фрукты бәрі бар ғой, алма бәрі бар, ассортимент. Бірақ именно сол екеуі үсіп кеткен кезде мен 70 мың теңге минусқа кетіп қалдым. Я должна была найти 80 тысяч. Ол кезде үлкен ақша. Ол кезде огурцы помидор қымбат кезі. Иә, қымбат. Бірақ енді сол оптовиктермен келісіп, үсіп кетті, бүйтіп 2 айда бөліп берейін деп, сондай моменттерін келісіп, маманың тісін жасаттым. Сол аналарды 2 айда бөліп бердім. Но сол айларды мен вообще ұмытпаймын. И бір тачашка келетін, Oriflame-нан крем әкелетін. Мен постоянно крем от холода всегда покупала. Азанда шыққан кезде, на бетім ше, я ұмытпаймын, на бет түсетін да, қонып ше, қатты аяздар болады. Сол кезде кәдімгі жылайтын болдым. И я говорила всегда, осы крем от холода мен қашан жақпаймын, от погодных условий, когда я не буду зависеть. Потому что я на базаре долго сидела. Это 5-6 жылдай отырдым. Жас кезіңіз еще. Да, мен даже көршідегі балалар айтып кететін. Типа жасың 18-де ғой, не қойсың базарда деп. Әдемі балалар бар ғой. Келіп айтып кететін тон солай. Сондай қиындықтар болған. Я даже представить боюсь десей. Қатты тоңған адаммын ғой. Сонда біз мысалға как покупатель базарға барамыз ғой. Соның өзіне үсіп келдім деп келеміз ғой. Это вообще деймін да. Мен базарда киіздерді үйден шығарып, әженің киіздері бар. Соны ұзыннан қойып қоямын да. Астына, еще как за ребенком смотрели за фруктами, астына табуреткалар қоямын. 2 ящик қоямын да, ортасына ұзын ағаш тастаймын ғой, табуреткамды солай. Ана ящиктарды қойып киізбен ораймын санан. Клиент алған кезде ашып беремін. Ол кезде фруктовый базар жоқ еді, есіңізде ма? А өзім мына жердің бәрі буковай, аяқта
пима емес андай етіктен бар Аляска. охотниктер киетін да жін сондай киіп бардым. Сонда да бірақ суық өтеді ғой бәрібір. Өтеді, ана аяғының ішіне қозғалмаса одан сайын өтеді. Венера ханым, командаңызда бірнеше адам бар, көп иә? Әр точкаңызда бірнеше жастар, қыздар, жігіттер жұмыс жасайды. Солардың барлығын қалай оқытасыз, қалай дамытасыз, оны жоспарлап қоясыз ба, әлде осы соңғы кезде ғана қолға алып жатсыз ба? Обучение, вообще команду всегда надо обучать. И именно усиленно обучать эту, да, HR капиталдағы оқығаннан кейін білдім. Когда вы обучаете команду, вы вместе растете. Оның алдында мен Наталья Мишуткина бар ғой, HR капиталға дейін, сол Наталья Мишуткинаға командамен оқытқызып, Seven Bro, иә, сол Seven Bro'да өткізіп сөйтіп жүретінбіз. Бірақ HR капиталдан кейін мен өзім обучающий платформа сатып алдым. Котовтан, Евгений Котов, практикум группы білесіз ба? Иә. Содан оның ішінде сервис, работа в команде, короче, 7-8 модулі бар. Соны біз енді 2-3 өтіп қойдық командамен. Жалпы оқу негізі оқыту команданы жұмыс арасында қиындырақ ше. Бірақ оқып жатыр. Мотивация керек оқуға да. Тоже, мысалға біз бірінші сессияны бітірсек, бәріміз киноға барамыз деген сияқты мотивациялар болады ше. Ол оқығандардың результатын сұрайсыз ба? Нәтижесін? Иә, ол жерде каждый модуль сайын өзі тест тұрады ғой. Бәрін тексеріп өткіземін ғой. HR капиталда бізде обучениеге барғанда, мен баламмен бардым біріншісінде, консультацияға, рефактураточке. Оған мен 3 жыл решать алмай жүрдім. Ол мен барғанда мен 10-ға да тегін беремін деген кезде. Забальной емес. Келістім, иә. Ол бітіріп алды. И одан кейін навигатор деген ары қарай өзінің клубы бар, соған кірдік. Навигаторға кірген кезде олар HR директорға курс береді и топ-менеджерға курс береді. Сол курста мен сестренкам HR директорды оқыды, ал топ-менеджерді рекламный негізде Азамат оқып алды. Олар маған как найм сотрудник алған кезде полный уже владеет информацией, как нанимать сотрудника. Вообще негізде технологиясы бар, он наймный. Например, обучение барғанда я была в шоке технология наймадан. На что надо смотреть, на какие факторы. Короче, 20-шы адамды күтеді ғой. Хоть 20 рет адам келсе де, твой человек придет даже на 20-й раз. Шаршамай күту керек. Енді қазіргі кезде командаға мысалға бір мүшесі керек болатын болса, сіз солай таңдайсыз ба, функционал алдына қоясыз ба? Функционалды бірден қоймайсың, бірінші таңдап аламыз сотрудникті. Ол таңдауда өте оңай нәрсе емес. Именно технология бойынша таңдаймыз. А уже содан кейін барып градиентні үйрету керек. Мен басында бірден. Я HR капиталдан кейінге бірден так, твои обязанности, вот, деп жаңа қағаз бәрін деп алдына бүйтіп тастаған кезде ана сотрудник шок болады, ол кеме ойын сұрап кетеді. Иә. А мен қазір жібере саламын да, уже балдар өздері тәрбиелеп алады. Градиентні ше. Жемендеп, поэтапны ше. Деңгеймен. Иә. Любой сотрудник болсын жұмысқа үйреткен кезде градиент керек. Например, бізде де қазір жұмыста негізі біздің қазір рекламда келсе 4 адам жұмыс істеп жатыр, негізі 10 адам жұмыс істеп, бүкіл жаңа монтажға барып сөйтіп жүруіміз керекпіз ғой. А біз монтажник баланы келіп кетіп жүретін қойдық, аутсорс қылып. А уже біз градиентный келедік та, поэтому андай бірден объеммен алып алсаң, үлгермей ана жерде нелер болады ше. Қалай айтсам екен, үлгермеу болады. Вовремя орындалмау деген сияқты ше. Иә. Былай ғой. Обмен болады, входящий, поток деген. Мен мысалға өзімді ғана ойлай берсем, мен компанияға байланысты оқулар оқыта беретін едім да. Мен олардан сұраймын, не оқыларың келеді? Алдыңғы айда план орындады, қыздар отырады. Жігіттер де бар ішінде. Жігіттерге тренировка бердім. Қыздар машина үйрену. Автошкола оқиды. Келесі айдан бастайды. 7 қыз. 7 қыз. Армандары, короче, болады. Күшті. Еще бірге оқиды, барлығы. Бірге оқиды, сол өздерінен сұрау керек ше. Чего они хотят. А 8 мартта сам себе визажист курсын подарить еттім. Оны оқып алдым. Жақында Инстаграм жүргізу курсын оқытып алдым. Оны тоже, они прям с удовольствием оқыды. Только өзіңе керек нәрселерді емес, оларға да керек нәрселер. Жан-жақты оларды дамыту керек. Ортаң бірге өссе, күшті болады ғой, керемет. Вообще күшті.
кәсіпті енді бастап келе жатқан қыздар көп келетін шығар сіздерге, қыздар болсын, жігіттер болсын, обожаю. көбіне иә жас кәсіпкерлер келеді ғой осы жерге. Сол кісілерге арманына жетелейтін, жолдан тастап кетпейтін, жаңағыдай қиындықтарға жеңіліп қалмайтындай етіп бір қандай кеңестер айтар едіңіз? Негізі біздің компанияның миссиясы бастап келе жатқан кәсіпкерлердің дамуына үлесімізді қосу. Мен жаңа оформитель, фотограф, біздің клиенттер, мы их обожаем, мы их любим. Когда они работают, прям соларға қалай айтсам екен, келген кезде, любой кезде не сұрайды, соны әкеліп беремін. Балдар, любой фотографтан сұрасаңыз болады. Әйтсе, мынандай деп айтады, мынандай керек деп, и сол затын әкеліп қоямыз, от спроса ше. Оларға енді айтатыным, тек қана алға қарай жүру, бір күн демалмай, шаршамай жұмыс істеу. И жаңағы айтып жатыр ғой, ценный конечный продукт деп ше. Енді көбісі біле бермейді, ценный конечный продукт это, например, у пожарника потушенный пожар, у дворника это чистый двор, ой. Ценный конечный продукт болса, сенің жұмысын алға қарай өсет. Любой жұмысты бастады ма, соны аяқтау, яғни до конца доводить ету, клиентті довольный қылу. Екіншісі, артқа жол жоқ, тек қана алға қарау, только вперед. Мен машина айдаған кезде, бірінші рульға отырған кезде сол болған. Мен айдай алам, нет, Венера, айдай аласың, только вперед, назад пути нет деп айдап кеткем. Сол сияқты, негізі күйеуім айтқан айдай алмайсың деп. Сол сияқты только вперед, назад не надо смотреть. Артқа жол жоқ. Тек қана алға. Шегінбеу. Сол, любой жұмысында результатқа жұмыс істеу. Результат болу, клиент довольны болу. Сенде клиент довольны болмай, результат болмай, жұмыс ешқашан алға баспайды. Өйткені там застревает твое внимание, во-первых, и незавершенный заказ, ол кейіннен сен алдынан шығады, бумеранг қой. Ол қате болып. Бумеранг қой. Любой жұмыс до конца біту керек. Хоть даже минус болса да, соны исправлениемен жұмыс жасау. Обязательно ол. Бізде кейбір заказдар болады, мысалға, кеше мысалы самолетқа үлгермей қалыпты бір клиент ше, затын алып үлгермей қалған, бізден ол кезде клиент өзі не рассчитала время ше. Мысалы мен айтқанда индрайверін төлеп салып жүрейік деп жатырмын ше. Өйткені клиент довольный болу керек ше, недовольный болу керек. Рахмет көп Венера ханым. Рахмет саған. Үлкен жетістіктер тілеймін. Папусик.